Ал, құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Құрметті достар, кешеден бері шу болып жатқан «Как управлять казахами» деген Бақытжан Бұхарбай деген жігіттің кітабы кәдімгідей қазақ халқының намысына тиіп кетті. Ол жігіттің айтуы бойынша ол кітаптың тек сыртын ғана көрудің қажеті жоқ, ішін оқу керек дейді. Бүгін историяларын көрдім. Инстаграм желісіндегі өңшең андай бір аты шыққан блогерлар шақырып, өздеріне білмеймін ақша төледі ма не қылды, өзін ақтап алып шығуға тырысып жатыр енді қолынан келгенше. Бірақ сол Бақытжан бауырыма айтайын, бауырым, сен сатқынсың. Сатқын екендігін мен сенің дәлелдеп берейін. Әңгіме мынада. Сен өзің ақша табу үшін, жаңағыда өзіңнің хайпыңды жасау үшін дәл осындай маркетинг ходқа бардың. Яғни сен өзіңнің ұлтыңды, өзіңнің намысыңды, өзіңнің жаңағы ұлтыңның мына жақта жатқан Райымбек атаңның кезіндегі қазақ халқы ұлдары құл, қыздары күң болмасын деп қан төккенін барлығын өзіңнің қалтаң үшін аяққа таптай салдың. Ол ақиқат. Түсіне маркетинг ход, жаңада барлығын жасау керек, анау-мынау деген сияқты, күнкөріс деген сияқты, бәрін түсінемін. Бірақ ішін оқыңдар, ішін оқымай жатып, не үшін сендер бұндай шешімге келесіңдер деп айту қате. Бұл кітаптың мұқабасының өзі айқайлап тұр. «Как управлять казахами» деп кәдімгідей сен жаңағы қазақтың жауы аз емес, шет-шетіңнің барлығы жау. Мысалға ақиқатын айтқанда солардың оружейный магазиндердің ішіне сен кәдімгідей патрон салып бердің. Қазақтың қаншама жігіттері мысалға осы елді қалай көркейтсек болады, осы елді қалай түзетсек болады деп жүгіріп жүр. Бурахан Даханов жүр, солтүстікке қазақтарды шақырып. Небір қазақтың жігіттері қазақтың тілі үшін, қазақтың болашағы, келешегі үшін жүгіріп жүр да, тер төгіп. Біреулер жүр тарихын айтып, ойбай қазақ халқы мынандай болған деп. Ал сен соның барлығын алдыңда жай ғана аяққа таптап бере салдың. Рахмет бауырым, іске сәт саған. Мына аталарың көріп бір аунап тұрған шығар сенің мына кітабыңның мұқабасын, бірақ өйтіп ақталмай қойшы, өтініш. Оның жай ғана мұқабасы, ішін оқу керек еді бірдеңе деп. Ондай маркетингі ходыңды сенің сіктім де қол қойдым. Еркекшесін айтайын, жарай ма? Өзіңнің намысыңды, ұлтыңның намысын сен ақшадан төмен қойып тұрсың. Сен барып тұрған донысың. Түсіндің ғой? Аман бол.